Осы жаңа жыл мерекесі қарсаңында Қызылордада сиқырлы керуен үйлерді аралап жүр. Өңірдің белсенді жастарынан құралған арнайы топ мүмкіндігі шектеулі балаларға жаңа жылдық сыйлықтар таратуда. Ақшағар мен Аяз ата түрлі ертегі кейіпкерлері бар керуен 100-ден астам отбасында болып бүлдіршіндерге мерекелік көңіл-күй сыйламақ. Ерасылдың жасы 6-да, өзі кішкентай болғанымен дерті ауыр. Дәрігерлер бірнеше диагноз қойған, сөйлей алмайды. Дегенмен Ерасылдың қуанғанын көзінен байқауға болады. Ал Саят 8-де. Тырыспа дертіне шалдыққан балақай қазір ауруханада ем алып жатыр. Аяз ата мен Ақшақар оған да келді, сыйлық берді. Саяттың қуанышында шек жоқ. Мың алғыс айтамын, рахмет көп-көп, балам өте қуанып қалды. Кеше енді больницаға түсіп қалып едік баламен. Жақсы құттықтап, рахмет көп-көп. Жұмыстарың табысты болсын, ел аман болсын, тыныштық болсын. Сиқырлы керуенді жыл жүрек еріктілер тобы ұйымдастырды. Белсенді жастар былтыр 150 балаға тосын сый жасаса, биыл 100-ден астам отбасына барып, мерекелік көңіл күй сыйламақ. Демеуші халық. Бірнеше ай бұрын әлеуметтік желіде хабарлама жарияланды. Соған орай әркім шамасы келгенше үлес қосты. Осы жаңа жылға кететін көптеген отырыстардан, шығындардан бас тартып, оның орнына осы жастардың басын қосып, неге осы мүмкіндігі шектеулі балаларды, соның ішінде үйден оқитын балаларға, неге жаңа жылдық көңіл күй сыйламасқа, неге сол балаларды бір сәт қуантпасқа. Өйткені олар білесіздер, үйлеріне көп шыға бермейді, қоғамнан тыс қалған. Негізгі мақсатымыз осы. Туа сала тағдырдың тәлкегіне тап болған бұл балғындардың әрқайсысы өзінше ерек. Бірақ олардың бәрі өмірге құштар, әсемдікті жақсы көреді. Айналадағы адамдардан мейірім, сүйіспеншілік күтеді. Ал таңғажайыпқа толы мерекенің тосын сыйы бүгін оларға естен кетпес әсер ұялатты. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы ақпаратпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Назар салғандарыңыз үшін рахмет. Аман сау болыңыздар.